be етістігі. Be етістігінің үш формасы бар осы жақта. Am, is, are. Бұл үш форма жеті жіктеу есімдігімен әртүрлі жіктеледі. I am. He is. She is. It is. They are. We are. You are. Бұл болымды сөйлемде, ал болымсыз сөйлемде бізде not қосылады. Сол кезде I am not. He is not. She is not. It is not. They are not. We are not. You are not. Енді адамдар еріншек болғандықтан бұларды қысқартқан. I am дегендегіні A-ді алып тастағанда үстіне апостроф қойып I am деген. He is дегенде, she is, it is дегенде I-ді алып тастайды да апостроф қойып his, she's, it's деп қысқартады. Are дегеннің A әрпін алып тастайды да үстіне апостроф қойып their, we're, your. Енді болымсыз сөйлемдерде I am not дегеніміз болымды сөйлемдегідей I'm not. He is not, she is not, it is not дегендегіде O әрпін қысқартып тастап үстіне апостроф қояды да he isn't, she isn't, it isn't. Дәл солай O әрпін қысқартып тастайды да үстіне апостроф қойып they aren't, we aren't, you aren't. Көргендеріңізге рахмет.